Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай керемет тағам дайындайтын боламыз. Өте тойымды және де дәмді болады. Міндетті түрде кешкі асқа немесе түске басар ретінде дайындап істеп көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Онда бастадық. Менде осындай шиша форма немесе духовканың листына істесеңіздер де болады. Өздеріңіздің семьяларыңыздың үлкен кішісіне қарай. Теркадан шығарылған картошкамызды салып аламыз бірінші. Үстінен кішкене тұз сеуіп аламыз. Және де майонез жағамыз. Майонезбен өте дәмді болып шығады. Егер майонез көп болған немесе майонез адам ағзасына зиян десеңіздер, сметана мен қолдансаңыздар да болады. Майонезсіз сметана жақсаңыздар болады. Енді үстінен фаршымызды төсейміз. Бұл жерде қара бұрыш, қызыл бұрыш араластырып, бір пияз турап, осындай фарш салғанмын. Сіздерге полный рецепті описанияға жазып қалдырамын. Бетіне тегістеп жағып аламыз фаршымызды. Өте әдемі және де тойымды тамақ болады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Әдемілеп бетін тегістеп жағып алдық. Енді үстінен майонез жағамыз тағы да. Өте сочный, керемет болып шығады. Майонезімізде жақсылап біркелкі етіп бетін жағып аламыз. Үстінен тағы да картошкамызды сеуеміз. Үлкендеу листке істесеңіздер де болады. Егер отбасыларыңызда адам саны көп болса, тұз сеуіп жүреміз тағы да. Жаңа фарштың үстіне тұз сеумейміз. Неге десеңіздер, ішіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, ішіне кориандр салғанымыз өзі әдемі болып шығады. Оған тұз сеудің қажеті жоқ. Және бір рет жаңа картошкамыздың үстінен қалған фарш массамызды тағы да бір рет төсеп жағып аламыз. Өте керемет болып шығады. Істеп көріңіздер. Бетінен тағы да кішкене майонез жағамыз. Жаңағы айтып өткенімдей, майонез болмайды десеңіздер, сметана қолдансаңыздар болады. Қолдың қаймағы немесе майлы болып кетеді деп десеңіздер егер, негізі бір майонезбен істеп көрсеңіздер өте күшті, керемет болып шығады. Енді үстінен 1-2 штук помидорымызды осылай шұқа жіңішке етіп турап аламыз, бетіне қойып шығамыз. Бұл бізде тамағымыз өте сочный болып шығады. Үстінен енді соусымызды құямыз. Сіздерге жазып қалдырам описанияға не құю керек екенін. Өте керемет сочный болып шығады. Енді қызып тұрған духовкамызға салып пісіріп аламыз. Үстінен енді сырымызды сеуеміз. Жақсы еритін сыр болу керек. Бізде бұл жерде ерімейтін сырлар да болады. Егер білсеңіздер, для пицца деген жақсы еритін сырларды немесе моцарелла қолдансаңыздар өте осындай күшті, керемет болып шығады. Бетіне және де укроп, зелень сепсеңіздер, иісі де түрі де өте тамаша болып шығады. Енді арасында салат дайындап жібереміз. Туралған капустамызға 2 штук бәдіреңімізді, 2 штук помидорымызды турап, зелендерімізді салып, дәмдеріңізге қарай тұз, майонез саласыз. Және де біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде пайдалы және де витаминге толы салат болады. Кез келген тағамдармен өте күшті, керемет кетеді. Бұл салатты да сіздерге жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Кез келген тамақтардың қасына өте күшті болып шығады. Бірге араластырып, қосып жегенге дайындап көріңіздер. Жаңағы тамағымызды сыры ерігенше пісіріп алдық. Тағы да 10-15 минутқа салып, қараңыздар, біздің тамағымыз өте күшті, жұмсақ, барлығы толықтай піскен. Осындай сырлары еріп, керемет болып шығады. Дәмі де, түрі де. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Тез дайын болады. Кешкі асқа немесе түске басар ретінде дайындап көріңіздер. Өте сочный, керемет болып шыққан. Міне өзі-ақ көрініп тұр. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.